Мысалы біз енді Алла Тағаланы зікір ететін әркімнің бір уақыттары болады. Намаздан кейін субханалла, альхамдулилля, мысалы субханаллахи ва бихамди 100 рет, мысалы астағфирулла 100 рет, өзіңіз бір зікір ететін зікірлеріңіз бар. Сосын сіздің бір дұға жасайтын уақыттарыңыз бар дейік. Имам Тирмизи бір әдемі хадисін келтіреді, Хасан дәрежесімен өзінің жаңағы сунанында. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір хадис құдсиді келтірген екен. Яқулу Раббу азза ва жалла, өте үстем, өте дәрежелі ұлы Раббымыз айтады дейді. Мән шағалахул Құр'ану ан зикри ва мас'алати ағатойтуху афтала ма уғти әс-саилин. Кім-де-кім мені еске алудың орнына дейді, яғни субханаллахи альхамдулилля деп айтулардың орнына, ва мас'алати, немесе менен сұраудың орнына дейді. Қараңыз, Құранмен шұғылданып кетсе дейді. Мысалы, сот вәл Құр'ани зикр балиллазина, Құран оқып отырсыз, 10 минут, 15 минут, жарты сағат па, 1 сағат па, зікірдің осында осын істесе дейді. Жаңағы таспихтардың орнына, не сұраудың орнына осын істесе дейді. Сұраушыларға беретінімнен де абзалды берем дейді, абзал нәрсені берем дейді бұған. Мен білем дейді бәрібір сенің не сұрайын деп жүргеніңді. Сенің аузыңа келмей тұрып білем дейді, мен сенің менен не сұрағалы жүргеніңді да. Сонда Құран, құрметті жамағат, бұл зікір. Құран деген абсолютті түрде ең абзал зікір болады. Алланы еске алудың ең биік жолы қайсы десеңіздер, ол Құранды оқу. Өйткені сіз зікір айтып жатқан кезіңізде, тек жаңағы субханалла, альхамдулилля деп айтып жатқан кезіңізде, сіз Алла Тағаланың қалауымен сіздің жаңағы белгілі бір күнәлардан тазаруы уәде етілген хадистерде. Сіздің бір күнәларыңыз кешіріліп отыр. Ал Құран оқыған кезіңізде, оны түсініп оқып отырсаңыз, осы сүреде Құранды оқыған кезде түсініп оқыңдар деген аятта бар, оған да келеміз. Мына түсініп оқу, мағынасын түсініп отыруыңыз мына жерде. Соны осылай оқитын болсаңыз, бұл жерде тек қана күнәдан емес, сіздің жүрегіңіз тазара бастайды. Сіз жүрегіңізді тазартады ол. Осы іс жалғаса берген сайын, құрметті жамағат, неде істейтіндер біледі ғой, полировка деген нәрсені. Қаншалықты Құранды ойланып оқи бересіңіз, жүрегіңізді полировать ете береді. Түсіндіңіз бе? Жүрек тазарған кезде күнә азаяды. Күндердің бір күні өте азаяды. Ал жаңа таспихтарды айтып отқан кезіңізде, сіз белгілі бір істеген күнәлардан тазарасыз, бірақ ертең жаңағы әсер алмаған болуыңыз мүмкін да. Мына мағына сіздің жүрегіңізді ұрып жібергенде, ей құлым деген кезде, сіз қараңыз, ол сізді Раббыңыз сізбен қалай сөйлеседі да. Сәл бір ашуланған кезіңіз болды ма, тәкаппарланған кезіңіз болды, Құранға қайта қойыңыз болды. Мына жақта меккелік аяттарды ашып, қиямет туралы аяттарды оқи қойсаңыз, изас-самаун фатарат, аспан жарылған кезде, жұлдыздар шашылған кезде, мысалы, теңіздер өртенген кезде, мысалы, қабірлер қопарылған кезде, сол күні адам біледі, ілгері қарай, яғни ақыретіне не жібергенін, нені кешіктіріп алғанын дейді. Сондай бір аятты оқысаңыз, орныңызға солай түсіреді, солай сынады нәпсіңіз. Сондай мейірімділік келеді. Құран біледі сізді қалай тәрбиелеу керек екенін. Басқа адам үйтіп тәрбиелей алмауы да мүмкін сізді. Бірақ Құран біледі сізбен қалай сөйлесу керек екенін. Сондықтан Құранға қайта қойыңыз болды. Жаңағы аятты оқи қойсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр ғой, кімде-кім ақыреттің орнап жатқан көрінісін көргісі келсе, көзбен көргендей дейді. Онда сол аспан жарылған кезде деген сүрелерді оқысын дейді. Орныңызға қайтарады. Ашуланбайтын кез жоқ, әлі толық тәрбиелене қойған жоқпыз. Жаңағындай бір қызбаланған кез жоқ. Әртүрлі сәттер болады өмірде. Бірақ басылу уәжіп. Басылуыңыз парыз. Әлемдердің Раббысының жерінде ұзаққа созуға болмайды мінез көрсетуді. Әлемдердің Раббысының жерінде бұл.
Сондықтан дереу Құранына қайта қойсаңыз, Алла рахыммен сізді қоршай салады да. Міне осындай дәрежелі Құранды біз түсіріп қойдық дейді. Адамзаттың бақыты үшін, адамзаттың бақытынан басқа нәрсені сөйлемейді дейді бұл Құран. Ал енді кәпірлерге келсек дейді. Пайғамбар саллаллаху қарсыласып жатқан меккелік кәпірлерді айтады. Бәлиллазина кафару фи иззатин ва шиқақ. Ал енді кәпірлерге келсек, олар фи изза. Ғиззат деген сөз бізде осы сөзден алынған. Олар өздерін ғиззат тұтуда дейді. Жаңағы күштілігін жеңілдіргісі келмей Алла тағаланың алдында, көрсең, пайғамбардың алдында. Бұл жердегі ғиззат мағынасы Алла тағала олар өздерін ғиззат тұтып, біз құрметтіміз, қадірліміз, біздің қадірімізді, құрметімізді ешкім баса алмайды, ешкім жеңе алмайды дегенде өздері ойлап тұр ғой. Асылында ол ғиззат емес, асылында ол тәкаппарлық. Асылында олардың жасап жатқан нәрсесі тәкаппарлық, сосын қызбалық, міне, үшіншісі құтыру. Осы үш мәселе. Ал кәпірлер болса, құр мақтанып, паңданып, тәкаппарланып, қызбалыққа салынып жатыр дейді Құранға қарсы. Қараңыздар, құтырып жүр дейді олар. Уашиқақ, ақиқаттан ажырап жатыр дейді. Бөлініп жатыр ақиқаттан. Сондай-ақ қарсыласып жатыр, қайшы келіп жатыр Алла тағалаға, Құранға. Осындай мінез көрсеткен сипаттарын айтып жатыр да олардың. Мынандай нәрсе бар, құрметті жамағат, қағида. Құран сөйлеген нәрсеге кез келген адамның жердің бетіндегі қай ұлт болсын, осы жердің қай жерін басып жүрген адам болсын, адамның ақылы, сау ақылы ешқашан Құранға қайшы келмейді. Ешқашан Құранға қайшы келмейді. Ол әсерленуге дайын нәрсе, ақыл деген нәрсе. Тек көп адамдар ақылмен емес, істің байыбына бармай жатып, көңіл қалауымен сөйлейді да, шайтан солай үйретеді. Сонда жаңа көңіл қалауы ақыл сияқты болып көрінеді оған. Ол алданады. Көңіл қалауым ақыл деп ойлайды ол. Бірақ байыбына бармағандықтан қарсы келе қалады. Ақыл қарсы келмейді Құранға. Жердің бетіндегі ешбір ақыл қарсы келе алмайды да. Көңіл қалауы деген нәрсе бар. Фаинлам ястаджибу лака, ей пайғамбар, егер олар саған жауап бермейтін болса, бойындамайтын болса, Құранда бойсынбайтын болса, онда біл дейді, фағлам аннама яттабиғуна ахуаахум. Онда біл, бірақ себеп тұр дейді. Қандай деген кезде көңіл қалауларына еріп баратыр дейді, болды. Уаяжғалур рижса алаллазина ла яқилун. Алла тағала айтады, күпірлік болсын, жамандық болсын, жаман қасиеттер болсын, күдік болсын, бүкіл жамандық атаулыны Алла тағала ақылын қозғамайтындардың үстіне сала салады дейді. Мысалы, қарапайым мысал, біз намаз оқып жүрсек те, егер сіздің қасыңызға біреу келіп, мысалы, сұрап, мен енді әйеліммен дұрыс қарым-қатынас болмай жатыр, әйелім жаман, осындай ажырасам ба білмеймін деп сұрақ қойып қалса, сосын сіз тұрып, оны әйтеуір досыңыз ғой, қоя бересіз енді, қайтесің оны. Жаңа ғана бесін намазынан шыққансың да. Бұл не сөйлеп атқан бірде? Ол көңіл қалауы сөйлеп атқан. Ал сол сөзің үшін қияметте жауап бересің. Ақыл емес ол, бірақ ақылмен сөйлеп атқан сияқты көрінесің. Өйткені мына жақтан шайтан Ибрахимнің кезіндегі баласына, жаңағы бірінші әйелінен Исмаилдың ажыратқаны туралы хабар бар. Біз соған теңеп жүреміз өзімізді. Кезінде Ибрахим баласын іздеп келген кезде Меккеге Исмаил аңшылыққа шығып кетеді де, саятшылықта жүріп, сосын Ибрахим қараса үйінде жаңа кім келіні ғана жүреді. Сосын Исмаил қайда дейді. Ол аңға кеткен, тұрмыстарың, өмірлерің қалай? Ой, жаман, түк жоқ, жетпейді, осындай сөздер айтылып жатыр да. Бірақ танымайды Ибрахимді келіні. Соны айтады, Исмаил келген кезде табалдырғын ауыстырасасын дейді. Соны хабарды бересаңыз дейді. Исмаил келген кезде біреу келді ма? Бір ақсақал келді, осындай болды. Жағдайды сұрады, мен былай деп айттым. Айтпақшы сізге табалдырғыңызды ауыстырасасын деген. Табалдырғым сенсің ғой деген. Өйткені Ибрахим ақылмен істейді оны. Ол біледі не айтып жатқанын.
Ал біз жаңағы жерде көңіл қалауымен істеп жүреміз да. Ешқашан жаңағында жерде сарт еткізіп жауап бере салмаңыз. Істің байыбына, мынау не іс, аманат па, Алланың алдында кімсің сен өзі біріншіден. Мысалы, көрдіңіз ба? Ойланып адам деген. Міне осындай нәрселер болады адамда. Сондықтан ақыл ешқашан Құранға қайшы келмейді ол. Көңіл қалауы ақылдың орнына шығып алады да, сол мінез көрсететін нәрсе. Байыбына бармайды, аяғына дейін тыңдамайды.